Демалысымыздың 5-ші күні Түркістан қаласынан басталды. Шайымызды ішіп алып, Түркістандағы керуен сарайға барып тренд түсірдік. Түркістан қаласының көп жерін аралап болғаннан кейін Шымкент қаласына шығып кеттік. Жолда біз Домалақ ана кесенесіне бардық, одан кейін Ақмешіт үңгіріне бардық. Ең көңілде қалған ол осы үңгір Ақмешіт мекені болды. Дронмен түсірген видеолар бар, тағы да түсірем. Мен өзім кіргенде таң қалдым, керемет мекен екен, баруға тұрам. Үңгірдің тереңдігі 15-20 метр. Туралы аңыздар бар екен, және сол аңыз туралы мен келесі видеоларда айта жүремін. Ал енді біздің келесі барған локация ол Шымқала, Шымкент. Бұл қала мегаполис екен. Машиналарын көрсеңіз, ырду-дырду. Біз деген прям есім шығып кетті ғой. Бірақ та бара салысымен біз Шымкент спаға бардық, массаж алдық, қыздармен дем алдық, одан кейін тамақтанайық деп Медина дейтін отбасылық мейрамханаға барып тамақтанып ұйықтауға кеттік. Сонымен біздің демалысымыз 5-ші күн аяқталды. Шымкентте біз көп ақша жұмсаған жоқпыз, қолымызда 125.850 теңге қалды.